Сәлем достар, сендермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бұл видеоны мен көптен бері түсіргім келіп жүр, бірақ бұл видеоны түсіруге мен ешқандай да қолым тиген жоқ. Себебі менде уақыт болмады, және мен күнде ерте жатып, таңертең ерте тұрып мектепке барып, қайтып келіп, шаршап, ұйықтап, сабақ оқып, қайтып ұйықтап жүріп, және ағылшынға бардым. Короче, менде уақыт болған жоқ, сондықтан қазір уақыт бар кезде, возможность бар кезде түсіріп қалайын деп жатырмын. Яғни бұл видеода атынан біліп тұрғандарыңыздай сіздердің қойған қызықты сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Олай болса, бұл видеоны көрмей тұрып, сен лайк басып кетуің керек, және менің инстаграмыма тіркеліп кетуің керек, себебі ол жақта 1000 подписчик жинауға всего лишь 20-дай адам қалды, сондықтан тез тіркеліп кет. Ең алғашқы сұрақ: неге анау аккаунтпен видео салмайсың? Мен ол аккаунтпен видео салмаймын, себебі бұл менің жаңа арнам, және ол менің бұрынғы арнам, ол арна ескеріп кеткен, және ол жерде ешқандай активность жоқ, сондықтан ол жерде видео түсірудің ешқандай да мәнісі жоқ. Екінші сұрақ: әншілермен или актерлермен кездесіп көрдің бе? Әншілермен, актерлермен кездесіп көрген жоқпын, бірақ Ақтаудағы блогерлерді кездестіріп көрдім. Оларда 10 мыңнан 50 мыңға дейін. Мұғалімдерің біле ме сен блогер екенін? Мұғалімдерім білмейтін шығар, әрине. Келесі сұрақ: саған iPhone XS берсе аласың ба? Әрине аламын. Ең ерекше есте қалған түсің? Менің ең ерекше есте қалған түсім ол мен бүкіл өзімнің отбасымен супермаркетте бір күн, яғни ешқандай да камерасыз, ешқандай да шектеусіз сол жерде қалғаным. Жасың нешеде? Мен 15-темін. Салмағың неше? Менің салмағым, мен негізі өзім салмағым неше екенін білмеймін, себебі мен әлі өлшеніп көрген жоқпын. Егер де алдағы блогтарымда өлшенетін боламын, сол кезде сіздер көре аласыздар. Бойың неше? Менің бойым 165-тен жоғары шығар. Қазақ Крафт арнасына сәлем. Сен Иглссың ба? Жоқ, мен Иглс емеспін. Ариана Гранденің фанаты қашан болдың? 2012 немесе 2013-те. Сенің атыңды кім қойды? Менің атымды атам қойды. Суперзеро арнасына сәлем. Слаймға қызығасың ба? Слаймға қызыққанмын, баяғыда күнде жасай беретін едім, ал қазір ондайға қызық емес. Видеоны монтаждамай салған кезің болды ма? Болса қай видео? Жоқ, менің арнамдағы әр видео монтаждалып салынған, және монтаждалған күшті видеолардың қасында сенің видеоң монтаждалмаған біртүрлі болып тұрады. Видео түсіруге ерінген кезің болды ма? Әрине, мен осы арнамда бір аптадай мен болмадым, және ол кездерде мен дым видео түсіргім келген жоқ. Видеоны түсіріп бастаймын, бірақ маған қызық емес болып кетеді, типа скучно болып кетеді, яғни ерініп кетемін да, сосын құрсыншы потом түсірермін деймін. Келесі сұрақ: ютубқа не үшін келдім? Ютубқа видео түсіру үшін және атақты болу үшін келдім. В этом я не уверен. Қызым болып көрді ма? Әрине. Ютубтан кетем деген ой болды ма? Болды. Тіпті видео түсірмеймін деген де ой болды, бірақ мен алдарыңызда отырмын, аман-есен видео түсіріп. Өміріңде ең қызық сәтті айтып бер. Менің өмірімде ең қызық сәтті айта алмаймын, себебі ойланған өзіме миыма келмейді. Мен бөлек видео шығаратын шығармын, сол кезде менің басымнан өткен қызық оқиғалар деген видео түсіретін боламын. Келесі сұрақ: сен президент болсаң не істер едің? Мен президент болсам, ең алдымен өзімнің қаламды әсем, көркем қылар едім, себебі біздің қала әрине сырттан келгендерге немесе кейбір адамдар әдемі көрінуі мүмкін, бірақ біз осы қалада өзім бүкіл өмірім бойы тұрып келе жатқаннан, мен өзімнің қаламның өте көп кемшіліктерін білемін, және сол кемшіліктер жөндеткім келетін еді. Және де мен мектептегі форманы өзгертер едім. Адам не кигісі келсе, соны кие берсін деп, және мектепке әр жерге шкафчик қойып, және мектепте жаман балдарды оқытпас едім. Тек қана жақсы балдарды, жақсы үлгерімі бар, ал жаман оқитын балдарды басқа мектепке жіберер едім. Жаман оқитын болғанда бәрібір қалай оқыса да, бірақ өзінің адамгершілігі болса ғана қалдырар едім. Мен америкалық мектептегідей істегім келеді. Өзің қалаған пәнді оқисың, бесплатно гранттарды көп бөлуші едім, ақшаны өзім жемес едім. Бұл менің дәл қазіргі ойым, және мен бұл ойда мәңгілікке қаламын. Бұл ойым өзгермейді, мен бұған сенімдімін. Подписчигің 100-ке болсын деймін. Әумин, айтқаның келсін. Келесі сұрақ: Strong Kids. Егер дәл алдыңда аю тұрса, не істейсің? Шыныңды айт. Қуырып жеп қоямын. Конечно же, қашам. Вайнға қалай қарайсың? Мен вайнға жақсы қараймын, әрине, бірақ мен өз басым вайн көрмеймін. Яғни рекомендация шығатын кейбір вайндарды көремін, ал негізі вайндарды өте көп көре бермеймін. Ең жек көретін блогерім жоқ, болғанда емес. Ең жақсы көретін әншің подъездіңді сыпырып жүрсе не істер едің?
ең жақсы көретін әншім подъездімді сыпырып жүрсе, үйге келіп, есікті ашып, шай беріп, көңілін тауып, сонымен бірге видео түсіріп, подъезд сыпырмай ақ қой, сен ақшаңды өзім берем, лучше мен бірге видео түсір, давай кішкене екеуміз бірге сенің атыңнан хайпануться етейік дейтін едім әрине. Строн KZ арнасын сәлем және тілектеріңе рахмет. Сен көшеде 20 миллион тауып аласың ба? Әрине алар едім, себебі дәл қазір маған 20 миллион ауадай қажет болып тұр. Телефонмен түсірем, кәлмәсірмен монтаждаймын, микрофоным ол наушник және қосымша свет болып маған мына зат көмектеседі, яғни бұл өте қатты жарық береді, тек қана зарядка қосу керек. Алтынбек Бақтияр арнасына, яғни саған сәлем. Осы видео сендерге ұнады деп ойдамын. Ұнаса саусақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпай, колокольчикті басып кетіңіздер. Және осы видеода 50 лайк жинауға тырысайық. Осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге қызықты болды деп ойдамын. Комментарий өздеріңіз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.